Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай дәмді әрі әдемі ватрушкалар пісіретін боламыз. Ол үшін каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза табағымызға 250 мл сүтімізді құямыз. Оның үстіне шым-шым тұз, 2 қасық қант және 1 қасыққа толмайтын дрожжымызды саламыз. Және жақсылап араластырамыз. 1 келгі масса болғанша араластырамыз. Осының үстіне 1 дана жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осы массаның үстіне 450-480 грамм ұнымызды 1 келгі масса болғанша араластырамыз. Мен 2 бөлікке салып алдым. Бірінші бөлігін қасықпен араластырдым, ал екінші бөлігін кәдімгі нан илеймін. Енді екінші бөлігін салып, нан илейтін боламыз. Енді нанымыздың үстіне 2 қасық майямызды құйып, нанға сіңгенше жақсылап илейміз. Және оның бетін жылылап жауып, 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына 2 қасық шекер салып, сол массаның ішіне жақсылап араластырамыз. Қант ерігенше. Менде влажный творог болғандықтан мен жұмыртқа қоспадым. Егер сіздерде творогтарыңыз құрғақ болса, жұмыртқа қосуларыңызға болады. Жаңағы нанымызды бөлшектерге бөлеміз. Менде 12 штук шықты. Егер сіздерге үлкенірек керек болса, нандарыңызды үлкендеп алсаңыздар болады. Осылай шарықтап домалақтаймыз. Және оларды табамызға салып, тағы да жақсылап көтерілгенше тындырамыз. Міне менде осылай көтерілді. Оның үстін енді бокалдармен басып шығамыз. Осылай домалақ етіп. Яғни ол жерге салмасын салатын боламыз. Қатты мыжудың да керегі жоқ, жұқарып кетеді. Бірінші жұмыртқаны жағып аламын. Барлық нанға және жиектеріне жақсылап жаққаныңыз дұрыс. Себебі жылтыр әдемі көрінеді және жұмсақ болады. Енді жаңағы салмамызды 1 немесе жарты қасықтан наныңызға қарай саласыз. Қатты толтырып салудың да қажеті жоқ. Міне мен осындай жарты қасықтан салдым. Себебі олар духовкаға салғанда көтеріледі. Міне мен осылай 180 градуста 25-30 минут пісіріп алдым. Астарыңыз дәмді болсын.